Біз жатақханаға қайтып келдік. Дали үміттенген жүзбен: қалай болды? Әлгі қызды ұрғандар не деді? Мен біраз үнсіз қалып, ақыры шындықты айтуға шештім. Жаңа Сяобао отырған бөлме 808, бірақ барып сұрастырғандардың бәрі қайтып келмеген. Ол қара шашты адамдардың соңында бәрі өзгеріп кеткенін айтты. Мен айтып болғанда алдымдағы үшеуінің жүздері бірден ауырлап кетті. Түнде жарық өшкен соң біз өзекте жатқанда келді Сәуежан маған: шынын айтсам, сен көшіп кетсең болады, біз түсінеміз. Мен жауап бермедім. Тек бір жолын табуды ойладым. Келесі күні біз уақыт өткізу үшін жатақханаға тығылып отырдық. Ыстық судың қауіпсіз екенін білген соң Дали еш уайымсыз тағы да тамақ жеді. Ол байқамай үстін төгіп алды. Әй, күйіп қалған жоқсың ба? Мен саған киім әкеп берейін. Ол Сайжауын шкафын алып, ішінен бір қағаз тауып алды. Қағазға қарап: Сяожан, мұны сен жаздың ба? Сяожан тез қарап: жоқ қой, мұны менің шкафыма кім салып кеткен? Қағазда: бүгін түнгі сағат 12-де 808-ші бөлмеде кездесеміз. Үшеуінің көндіруімнен кейін сол түні төртеуміз бірге барып шешім қабылдадық. Бірақ сақтық үшін мен жасырын түрде жуынатын бөлмеде бір стакан ыстық су алып термосқа құйып алдым, қорғануға керек болар деп. Келіңдер ме, кіріңдер. Біз кезекпен бөлмеге кірген соң қыздардың бірі мені нұсқап: біздің түрлі түсті шашты адамдарға орын жоқ. Оның үстіне ойын ережесі бойынша адам саны сәйкес келу керек. Сендер бір адам артықсыңдар. Онда біреуіміз сыртта күтсін, жарай ма? Қарсы жақтағы қыз жайбарақат күліп: сыртқа шығу ма? Егер жолдарың болса, бәлкім әлі үміт бар шығар. Бәрің осында қаласыңдар. Келесі топқа қатысатын адамды жеңгендер таңдайды. Егер сендер жеңсеңдер, қайтадан адамға айналасыңдар ма? Бір рет құбыжыққа айналсаң, қайта түрлі мүмкін болмайды. Сол сәтте мен бәрін түсінгендей болдым. Демек, бұрын хабар іздеп барған адамдар өлген, тек өзгеріп құбыжыққа айналған екен. Ал жуынатын бөлмеде алдында тұрған қыздың барғандардың ешқайсысы қайтып келмеді дегені әлі ешкім бұл ойында жеңбегенін білдіреді. Қарсы жақтағы қыз ережені оқи бастады. Бұл айналымның ережесі: сендердің топтарың 20 минут ішінде сұрақтың жауабын табу керек. Сендер сұрақ қоя аласыңдар, бірақ біз тек иә жоқ деп жауап қана береміз. Егер уақыт ішінде тапсырманы орындай алмасаңдар, сендердің топтарың жеңіледі. Таймерді қосты. Басқа амал болмағасын біз күшіміз жинап бастауға мәжбүр болдық. Сян Сяобай кінәлі ме? Жоқ. Мен Сян Сяобайдың күнделігін жазбадан есіме түсіріп, әрі қарай сұрадым: сендердің бөлмелердің қарым-қатынастары нашар болды ма? Иә. Лутиннің сөзге араласты. Сяобао, сендерден көмек сұрағаның бар ма? Иә. Бірақ сендер оған көмектеспедіңдер ғой, иә? Олар біреуді қорқытумен келді ме? Иә. Оны қорқытқан адам сендер танисыңдар ма? Иә. Іште ойладым. Егер Сяобао қорқытудың кесірінен бәріне болған сайын, онда неге колледж оның өсек пен қыстамақша дай алмады деп хабар таратты? Сөйтіп мен сұрадым: оны қорқытқан бөлім бастығы ма? Қарсы жақ бір сәтке үнсіз қалды. Олардың мұндай сұрақ қоятынын білмеген, күтпегендей болды. Иә, осы жауап естігенде денем түршігіп кетті. Сосын супермаркеттегі мен ойын тәртіп сақтау бөлімі туралы ережелер есіме түсті. Сол сәтте мен бұл екі адамның Сян Сяобаоның оқиғасына қатысты екенін түсіндім.